құрметті оқырмандар, бүгін біз еліміз үшін ең маңызды мерекелердің бірі 7 мамыр Отан қорғаушылар күніне орай егеменді елдің қуатты қорғаны атты ақпараттық сағатты ұйымдастырып отырмыз. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Бұл әрбір азаматтың жүрегінде ерекше орын алатын, елге деген сүйіспеншілік пен жауапкершілікпен еске салатын маңызды мереке. Егемен елдің ең басты тірегі оның тәуелсіздігі болса, сол тәуелсіздіктің кепілі қуатты қорғаны, яғни елді қорғауға дайын азаматтар. Елдігінің іргетасы қаланған, болашаққа аманаттау борышын аманат болып қалған жерді бабаңнан. Ерлері мен еселенер ел бағы қорытындылай келе, отан қорғаушылар күні әрқайсымызды ойландыруы тиіс маңызды күн. Біз ұланымыз, жас қырынымыз, ұлан байтақ жерімнің. Біз мақтанымыз, нұрлы таңымыз, қазақ деген елімнің. Тәуелсіз елім, асқар тау белім, ұлы дала киеміз. Отан анамыз, қамқор панамыз, ардақта бас иеміз. Жаса жайнар жерім, егеменді елім, сүйікті отаным менің, Қазақстаным. Жаса жайнар жерім,